уақыттарыңызды алмайын. Қысқаша өзіміздің де дәрісіміз бар. Жаназа жалпы мәйіт өлгенде адам қайтқанда жалпы біздер мұсылманның міндеті ағайын туысқандарына көңіл айту. Қазақта айтады ғой, қайғыны бөліссең азаяды дейді, қуанышты бөліссең көбейеді дейді. Сол сияқты біреуге көңіл айтып, оның отбасында болып жатқан қайғысымен біздер бөлісіп азайтамыз, қысқасын айтқанда. Сондықтан жаңағы отбасында болып жатқан кезде молдалар шақырып атады, қайтып жатқанда оң жағына жатқызу дейді, білесіздер оны. Жалпы қысқаша айта кетейін, жалпы мәйіттің киімдерін мына тірі адам сияқты бүйтіп киімдерін бүйтіп шешпейді оны. Үстіндегі киімдері болса, жаңағы күртесі болсын, жаңағы бұтында жаңағы шалбары, изар дейміз, шалбары болсын, кез келгенін қайшымен денесіне тигізбестен жыртып, ол жарамайтындай қылдырып, жаңағындай кесіп аламыз. Мәйітті жұлқылап, жаңағындай шешіндіріп, кәдімгідей ондай істемейміз, ондай амалдар. Сөйтіп жаңағындай жатқызғаннан кейін оны жаңағындай дәретін беріп, асты дәретін дейміз, мысалы, ұлы сөзде ұят жоқ. Жалпы мәйіт адам өмірден өткенде одан жаңағындай мүшесінен жаңағындай ұрықтары да ағады деген сияқты. Тамақ ішіп қайтқан болса, оның ішіндегі сол ішкен жегендері қайтуы мүмкін, асқазаннан қорытылғандары деген сияқты. Оның барлығын жаңағындай жақындарымен, баласымен, бала-шағасымен кіріп тазалап істелінеді. Болмаса, ондай жақындар болмаса, молданың өзі кірісіп кетеді, қолын білегін түріп тастап. Сондықтан оған жеркеніп, бір жаңағындай қашатын нәрсе емес. Оған біз әрдайым дайын болуымыз керек. Міне, сондықтан инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейді ғой. Алладан келдік, Аллаға қайтамыз баршамыз. Ол ақиқат. Сондықтан кез келген уақытта біздер ол мәселе жаңағындай біреуге өлім тілеу басқа емес, оған дайын болуымыз керек. Біз оған жаңағындай физически да дейді, жаңағындай іспен де, жаңағындай морально дейді, жаңағындай оймен де соған дайын болуымыз керек, иншалла. Өйткені күллу нафсин зайқатул маут дейді, яғни әрбір адам өлім дәмін татады дейді Құранда Алла Тағала. Иншалла өлім дәмін тататынымыз бұл ақиқат. Сондықтан осы өлімнің кезінде адамның ол үй ішінде жаңағындай қайғы болып жатады, ол үйде жаңағы уайымдап жатады, жылап жатады деген сияқты. Оған біздер көмек бере алуымыз керек. Мына жамағат сіздер бар, имамдар, молдалар бар. Өйткені ол үйде жаңағындай өзін не істерін білмей жатқанда біздер анау не қайда, қайшы қайда, ақырет не ететін бүйтіп, оны ауыртпашылық салмай, білдетпестен жаңағындай істеп жібере беруіміз керек, иншалла. Енді айта кететін жаңағындай қысқасы, әйел адамға 25 метр мата, ақырет мынандай мата, ер адамға 20 метр. Яғни 3/2 дейміз кілем. Сол кілемнің жаңағы осылай төсейміз ғой. Дәл осылай қылып төсейміз. Сіздер көрініп жатыр ма? Дәл осылай қылып төсейміз кілемді, бетін жаңағы бетіне қаратып. Бізде кейбіреулер айтады, жоқ беті астына қарасын, әдемі, жаңа жапқанда әдемі жағы көрініп тұру керек қой деп. Ондай емес. Жаңағындай кәдімгідей өнін бетіне қаратамыз да, соның үстіне мынандай бір 3 шып, жаңағындай 2 метрдан, 2,5 метрдан 3 шып тастаймыз осылай. Жаңағындай біреуі мойын жағына, мына иық жағына, біреуі ортасына, бел омыртқасына қарай дейміз, біреуі мына балтырына қарай. Бұл не үшін? Бұл қабірге түскенде көтеру үшін. Қабірге жаңағындай түсірген кезде жаңағындай алу үшін. Енді оның сыртынан бірден жаңағындай маталар кетеді. Лифафа дейді мысалы. Ең сыртындысы мысалы, мына иық қасы болса міне, ең сыртындағысы міне мысалы. Бір қабат. Енді қараңыздар, мәселе. Міне мынандай 1 метрлік маталар болады. Енді қазір Аллаға шүкір заман дамыған ғой. Мынандай 1 метрлік емес, лажы барынша 1,5 метрлігін алған жақсы. Ақыры ені, ұзындығы емес, ені. 3-ке дейін адамның бойына қарап ала береміз. Жаңағы ені жаңағындай. Енді бұл жерде ақыретте ең тағы да мәселе, оны тігуге болмайды ине жіппен. Мынандай қысқа болса бір-біріне жалғап. Өзінің мысалы мынандай матасымен, мына шетінен мысалы кертіп алып, оны соңына дейін жыртып, соны жаңа түйрегішке байлап алып, соны бір-біріне жалғаған кезде арасын бір қарыстан отырып, мынандай тесіп қайшымен. Немесе үлкен аталарда, ақсақалдарда бәкі болады мысалы. Сол бәкімен тесіп отырып, арасынан жүргізіп жалғайды сөйтіп. Оны ине жіппен тікпейді ақыретті.
ине жіп деген қолданбайды. Міне оны жалғағаннан кейін сыртындағы бірінші матасы міне мынау қазір тағы да көрсетеміз. Екінші мата үстінен ер адамға екінші қабат жаңағындай изар дейді, шалбар дейміз ғой мысалы. Сонысы бірінші лифафа мысалы міне изар міне екі қабаты кетті. Үшінші қабатында қамис дейміз. Қамис деген яғни көйлек. Сол мәйіттің үстіне киілетін көйлек. Ер адамның мысалы қамисі жаңағы көйлегі тізеден асырамыз үстіңгі жағын. Өйткені мына тізе мен кіндіктің арасы әурет қой. Сондықтан мынау тізеден төмен түсіріп, артығымен алып сәл жабатындай қылып, мойнына кигізген кезде. Міне осындай қылып аламыз. Және әйел адамдікін мынау балтырына дейін аламыз. Мынау неге дейін? Тобық дейміз ғой, тобығын жабатында. Енді тобықтан ары қарай әурет емес қой әйел адамдікі. Мынау тобыққа дейін аламыз. Сол үшін 25 метр ұзындығы болатындығы. Сондықтан және де әйел адамға төс белдік деген қойылады кеудесіне. Бізде бар ма еді аз екен ішіне? Бар. Сосын орамал қарай берші. Орамал басына орайтын. Ол да 1 метрде жаңағындай 1/20 болады. Мынандай кесіп алып, сол орамалды бұрыштап жаңағындай басына байлау үшін. Енді оған әйел адамға ер адам кірмейді ғой. Оны күйеуі болса да кіре алмайды да, жалпы негізі. Сондықтан жаңағы бұл жерде тек әйел адамдар жуындырады, өздері оң жағына жатқызады деген сияқты барлығын сол адамдар атқарады. Ер адамды ер адам атқарады. Және де еріне әйелі кіре алмайды. Міне сол кездегі мысалы матаны жаңағындай қамис деп атқанымыз көйлекті не істейміз? Бұны жаңағындай астыңғы жағын сәл мысалы үстіңгі жағынан қысқа қылдыруға болады. Мынау болмаса бірдей қылып та алса болады екеуін. Енді астындағы көтерілген кезде көрінбейді ғой мысалы ол жатқанда. Яғни мәйітті мұны ақыретті даярлаған кезде мұны мысалы қамисын, көйлегін дайындап қою керек. Мысалы мына шетінен бастап мысалы әдемілеп жаңағыны бүктеп мысалы осыны ақыретке жаңағы жуындырғаннан кейін өзі бірінші жаңағындай мәйітті оң жаққа жатқызғаннан кейін жаназаның алдында 1,5-2 сағат алдын, 1 сағат алдын жуындырады ғой. Ғұсыл береді. Сол кезде жуындырғаннан кейін бұны жуындырғанша ақыретті дайындап қояды. Бізде бір күн алдын дайындап қоямыз. Немесе сол күні таңертеңде ерте барып дайындап қоямыз. Мысалы жаназа 10-да десе, сағат 8-де, 7-де барып жаңағындай несін дайындап қоямыз. Ақыретін қысқасы. Сондықтан бұл жерде жаңағындай қамис көйлектің бәрін дайындаған кезде мұны осылай ашып дайындап қоямыз. Ол мәйітке бүйтіп жаңағындай тірі адам сияқты киіндірмейміз. Мысалы табыттың үстінде жуындырғаннан кейін бөлмеде болсын, мысалы қай жерде болсын, жуындырғаннан кейін оны табыттың үстін құрғатып, мынаған су тимейтіндей. Мысалы кейбір кісілер болады операция жасалған, мысалы біреулерден мысалы аварияға түскен деген сияқты. Мысалы бір аяғына мысалы жұлынып кеткен болуы мүмкін, Алла сақтасын. Сондай кезде мысалы оның бәрін танып, жаңағындай целлофан дейміз ғой, пакет па, бір целлофан ба, сондай қан ақыретке ақпас үшін соны ішінен шүберек орап, әдемілеп осының қалдықтарына мысалы сүртіндіретін, мысалы жуындырған кезде барын дайындаймыз ғой. Сол кезде жаңағындай танып, мысалы бір аяғы жоқ адам болуы мүмкін. Болмаса операция жасаған жеріне өз жеріне жаңағындай мысалы шүберекті кішкене көбіректеу салып, немесе мақта салып, ол кісіні орап танып ақпайтындай қылдыруымыз керек та. Ол бірнеше шақырым жүргенде де машина ішінде шайқалуы мүмкін деген сияқты. Оның барына көңіл бөлуіміз керек. Түсінікті ғой, иә? Ал енді сау адам болса, оған жаңағындай әрекетін жасап, өзіміз білгеніміздей, жаңағындай осындай тек қана танымастан жуындырғаннан кейін, мысалы табытта оның үстін құрғатып, ол кісінің үстін құрғатамыз, мысалы жуындыру. Сіздер жуындыру несін өттіңіздер ме? Өт, бәрін өтіп. Онда жуындырғаннан кейін, мысалы жаңағы ненің үстін құрғатып, табыттың үстін. Енді оны мен қайтып алып кетеміз ғой, мысалы сол табытпен. Сол табыттың үстіне жатқан кейінде 2-3 адам, 3-4 адам, болмаса ауыр кісі болса 5 адам дейміз мысалы. Жан жағынан мысалы мынандай қалдық шүберектермен көтерсек те, астынан салып көтерсек те болады. Болмаса жаңағындай қолтығынан былай алақанымызбен демеп көтеріп әкеліп мынаған жатқызамыз мысалы. Мысалы мынаған жатқызып, мынаның басын қоямыз да, мынаны үстінен өткізіп кигізе саламыз. Жауып. Түсінікті ғой, иә? Басы мына жерде қалады, мысалы мәйіттің.
жаңағы манекен бар еді, оны жоқ екен да. Болды жақсы. Соны мен жаңағындай үстінен жауып, мысалы, осыны. Сосын мынау оң жағынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша оң жағынан, мысалы, сол адамның қолы, мысалы, қолын барлығын түзетіп, кейбір кісілер бүйтіп қалуы мүмкін, мысалы, қайтқан кезде. Соның қолын бәрін жуындырғанда, бәрінде былай кішкене массаж жасап дейміз ғой, жұмсартып, сәл түзетіп, қолын бәрін жаңағындай жанына қоямыз, мысалы. Жанына қойып, содан кейін мынаны сол мәйіттің үстінен бір жақ оң жағынан бастап, былай бүктеп, әдемілеп бүктейміз. Мысалы, бүктелген жеріне дейін ғана. Ол мысалы тартып мына жерге дейін ортасына дейін әкелу емес, мәйітті жұлқылап ондай әрекет жасамаймыз. Жаңағындай сабырмен, жұмсақтықпен, жаңағындай мейіріммен дейміз ғой, міне осылай ораймыз. Сосын жаңағы мынау үстіндегі міне кебіні жаңағы айтып отқанымыз не? Изары мысалы оң жағынан және де бастаймыз, аяғын барлығын дұрыстап алғаннан кейін. Оң жағынан бастап, мына жақ сол жағын ораймыз. Екінші, бұның жаңағындай изарына, лифафалардың арасына болса, жалпы бізде қалампыр дейді, гвоздика дейді ғой, сондай қалампырды үгітіп, ұсақ қылып, жаңағындай оқтаумен болмаса жаңағындай немен кішкентай үгітіп, соны араларына мына сеуіп тастаған абзал, мәйітті орамай тұрғаннан бұрын. Өйткені кішкене иіс береді да, ол мәйіттің иісі болады ғой, қанша дегенмен, ол қандай сасық иіс емес, жалпы. Сондықтан жаңағындай ол табиғи болғаннан кейін сондай иіс болады. Сондықтан қалампыр оны сәл сақтап тұрады да иісін. Одан бөлекше иіс шығып тұрады да жалпы. Емдік, бір жағынан. Соны одан кейін мынау лифафа дейді, мына сыртындағы ең сыртқы киімі. Міне осыны орап, оң жағын бірінші, сосын сол жағын. Сосын мынаны жаңағындай нелер байлайтындар жаңағы анау екі жағына мысалы мәйітті орағаннан кейін мына ішінде мәйіт жатыр дейміз, мысалы мынаны орағаннан кейін астынан мысалы мынаны шүберек жібереміз да, кәмпит сияқты мынаны байлаймыз. Мынау артқа алдыға жылжымас үшін, жылжып кетпес үшін. Мысалы түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Мысалы тартып, қатты мәйітке жаңағындай не салмай, сосын жаңағындай бұны бантиктап жаңағындай жеңіл шешілетіндей. Қабірге барғанда бұның барлығын не істейді? Шешіп тастайды. Бел тұсынан да біреуін байланады мысалы. Бел тұсынан да мысалы тұрғаны байланады. Оның астына жаңағындай бір не келеді? Оның жанынан жаңағындай осындайдың біреуі келеді. Мынаны байлап қоя салып, жалпы үстіне. Оны шешіліп кетпеу мақсатында да бір жағынан. Ашылып кетпеу үшін. Сон жағынан да мысалы жаңағындай немен байлап, қабірге барғанда мынаны тек қана тарта салатындай жеңіл. Шималап тастап, оны ана жақта шеше алмай, қабірдің басында пышақ, бәкі сұрап ататындар болып, қайшы бар ма деп мысалы. Олай емес, жеңіл байлап қою керек та. Мысалы, осылай байлағаннан кейін, мысалы, мынау ненің өзі, көтеретіннің өзі, мысалы, оң жағынан бастап, тәртіп бойынша. Сүннет қой, жалпы оң жақтан әрбір нәрсені істеу. Мысалы, осы бойынша жаңағындай істеп дайындап қойып қоямыз. Оның үстінен жаңағындай кілем келеді. Кілемнің бір жағын бүктейміз. Одан кейін екінші жағын жаңағы үстінен жабамыз. Мынау не сияқты? Жаңағы лифафа, жаңағы изарлар сияқты. Кейін мынау бас жағын жаңағындай көріп, басының қай жерінде жатқанын көріп, жаңағындай кілемді бүктеп, оны жаңағындай әр жағын бүктетіп, сосын андай арнайы жібі бар. Бізде жіп жоқ қой, кілеммен жіп. Ақ жіп қой, кәдімгі ана. Не дейді ана? Беловой дейді ғой, кір жаятын жіп дейді ғой мысалы. Сондай мотогымен сатылады мысалы. Соны алып, жаңағындай бас жағынан байлап, оны да бантиктап, жаңағындай жеңіл шешілетіндей. Жаңағындай күрмелеп, жаңағы қазып бауша салып, оны шеше алмай қиналып жатты көрдіңіздер. Сондай қылып істеп қойып, сөйтіп орап әкеліп мысалы. Жіп болса мысалы, жіптен мысалы әкеліп мынаны байынан өткізіп, мынау байланып тұрған жіп қой. Мынаны өткізіп, мысалы мынаны тартып отырып, екінші жағына аяғына дейін жүріп, сол аяғында бітіреміз байлап. Сосын барған кезде мынау бас жағын аяғы жағындағыны шеше салып, жеңіл болатындай, жібін шешіп қоятындай. Енді кілемнің сыртынан мынандай кішкентай матаны кілемнің жаңағындай не дейміз, бас жағына мынау бас екен деген сияқты белгімен жаңағындай бас жағына мынандай мата қоя салған дұрыс. Біреулер шатасып, мысалы аяқ жағы қабірге барғанда
аяғы қайсысынан басы қайсы деп ашып оны көріп бүйтіп шұқылап атпас үшін бірден қабірге әкеліп мысалы жаңағындай қабірдің қасына қойған кезде міне басы мынау деп білеп тұратындай белгі ретінде бір шүберек болмаса кішкентай бір жаңағындай белгі қысқасы сондай қоя салу керек та кілемнің үстіне жаңағы жіптің астынан ба болмаса деген сияқты солай дайындап қоюымыз керек. Ал енді кілем оралғаннан кейін сыртынан пүліш жабылады. Пүліш енді анау жаңағы кілемнің қалай болса солай оралып жатса мысалы қиқи-жиқи болады ғой енді қанша дегенмен оны жаңағындай сондай болып нетпеу үшін бір тегіс қылып жаңағындай әдемілеп табыттың үстіне көтеріп салғаннан кейін сол пүлішті салып үстіне жаңағы 2,5 метр артығымен қылып бас жағынан да жан жағынан да бәрінен тығындап әдемілеп солай дайындап қоюымыз керек иншалла. Сөйтіп көтеріп кете беретіндей кетіп бара жатып жаңағындай ассалату жаназа яғни жаназа намазына баршамыз жаназа намазы деп жаназа намазына келетіндей қылдырып дайындауымыз керек иншалла. Әйел адамда тоже жаңағындай сондай дәл солай бірақ жаңағы айтқандай орамал болады. Мысалы мынау мысалы төс белгі дейміз. Мысалы төс белгінің өзін қабаттап мысалы 3 қабаттасақ болады. 3 қабаттап болса жаңағы ішіндегі киілетін қамис бар ғой көйлек соның ішінен төселіп бірақ енді біз өзіміз түскен жоқпыз жалпы соның фиқ бойынша соның ішінен төселеді. Жаңағы қамистің жаңағындай кигізгеннен кейін үстіне мысалы астына мысалы жайлап бұны байламайды бұны жаңағындай нетпейді астына бір тегіс қылып иншалла салып мысалы міне осылай салып қояды. Ол жаңағы көйлектің сыртынан істейміз үстінен түсінікті ғой иә. Басына орамал сол қамисті кигізгеннен кейін мысалы квадрат қылып аламыз да мысалы бұрыштап әйел адамдікін кәдімгі орамал секілді қылып осыны дайындап қоямыз мысалы бүктегеннің өзінде де мысалы әдемілеп міне жатқызамыз осының үстіне жатқызғаннан кейін онымен жаңағындай мойнынан жаңағы қамистің астына саламыз мынаны жаңағы көйлектің астынан салып мынаның үстіне басы келеді содан кейін мынаны әдемілеп өзі әйелдер жауып байлайды әурет жерін көрсетпейтіндей қылып жаңағындай тек жүзі ғана көрінетіндей қылып түсінікті ғой иә. Енді оны әйел адамдар көбіне өздері дайындап алады өздері жасайды да ал енді кейбір кезде адам болмай қалса жаңағы істейтін болмай қалса сіздер болсаңыздар көзбен көрген осыны әрекет етіп берулеріңіз керек иншалла. Бәріміздің басымыздан өтетін нәрсе иншалла осыған разы болайық иншалла. Дәке рұқсат болса иншалла иә. Тағы да кейін егерде нелеріңіз болып жатса иншалла бірге сұрақтар болып жатса болмаса жаңағындай бірге барайық көрейік десеңіздер иншалла адамдар өмірден өтіп жатыр ғой енді Алланың қалауымен болмаса бірге барып жаңағындай кебіндеп оны оң жағына жатқызып жаназасын қатысып қабірге барып деген сияқты біраз ол да иман көтеретін нәрсе ғой иншалла. Адамның біраз иманын көтеріп тақуалығын арттыратын нәрсе. Бұған да қатыссақ болады иншалла. Жаңа имам Ғазали айтады ғой рахметуллах алейх. Адамдар дейді өз қолдарымен дейді мәйітті жаңағындай көтеріп жаназасын шығарып жуындырып кебіндеп дейді оны өз көздерімен қабірге апарып топырақтың астына көміп тұрса да ғибрат алмайды дейді. Яғни тәубесіне келмейді дейді. Кейбір адамдар бар ғой Алла сақтасын сондай жаңағындай соны көріп тұр өзінің өлім хақ екенін біледі өмірден өтетінін біледі бірақ тәубесіне келмейді да күнәсін ары қарай жалғастыра береді. Арақ ішіп жүре береді зина жаса зинасын жасап жүре береді Алла сақтасын. Сондықтан бұл да бір үлкен тәубеге келетін нәрсе иншалла. Құрметті жамағат, Алла разы болсын, пайдалы ілім берсін баршаларыңызға иншалла. Уа ақири дағуана. Алла разы болсын. Алхамдулилlah раббил аламин. Сүйікке қатса да кіргендер, сүйікке кіргендер. Жаназа намазына барғаннан кейін намазға келгенде қалай болады? Намазға? Дәрет алып жұмылу ма? Жоқ, дәрет алып аласыз ғой намаздың алдында. Одан кейін мынандай фартук жасаймыз қолдан. Соны сақтық үшін соны аламыз. Қазір бар ғой мысалы бахилы дейді аяққа. Сол бахилы жасап аламыз. Қолмен жасаймыз да мынаны екі жағын жырттық, міне екі жағын. Мысалы қолдан. Оны сатып алмаймыз. Ортасынан тесіп, мына жағын жыртып мысалы бір түйіп қоя саламыз, ары қарай тарқап кетпес үшін мысалы. Былай. Мысалы мойнынан кие салдым, дайын мысалы.
үстіне жаңағындай су шашырамас үшін, басқа шашырамас үшін болды, міне жан жағына бәріне жабық жуындырған адамға. Бұл жаңағы фартугы. Жоқ, керегі жоқ. Жалпы жуындырып алу керек емес пе адам? жоқ, жуындырып болғаннан кейін адамның дәреті бар ма, болды, сонымен дәреттен кіре береді. Сол дәретімен. Ал енді жаназа шығаратын имамға вот сол кісіге абайлау керек. Ол жаңағы жуындырып атқан мәйіттің жалпы суы тиюі ол макрух. Ол жаңағындай нәжіс болып есептеледі ғой, енді кішкентай болса. Сондықтан жаңағындай одан абайлап ол кісінің жоламағаны жақсы. Өзінің жаңағындай ағайын туысқандары, бауырлары, қасындағы жаңағындай көмекшілері барғаны жақсы. Абзал. Иншалла. Алла разы болсын. Рахмет.